Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Америка Құрама Штаттарындағы Нью-Йорк қаласының Манхаттандағы орталық бақшасына сәлем беріп тұрмыз. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Қала десең қала, дала десең дала, табиғат қандай әдемі. Және сонымен қатар бұл әлемдегі ең үлкен мегаполистің біреусі. Бүкіл дүние жүзінің мәдениетінің, өнерінің, қаржысының, экономикасының, финансының орталығы осы. Енді әлемнің бүкіл экономика финансының орталығы Нью-Йорк десек, Нью-Йорктың орталығы Манхаттан. Енді сол Манхаттанның ортасында бақша тұрады деп кім ойлады? Алақандай жері ат басындай алтыннан қымбат тұратын осындай жерде осындай үлкен алып бақшаны салып отыр. Таңырқайсыз. Әрине таңырқайсыз. Нью-Йорк біздің Астана сияқты кеше ғана жайлаудың үстіне құрыла салған су жаңа қала емес. Бұл ескі қала. Метросы да ескі. Біреулер айтады, Нью-Йорктың метросы Шанхай мен Пекиннің метросына жетпейді екен деп. Күлдік. Шанхай мен Пекинде метро деген заттың не зат екенін білмейтін кезде Нью-Йоркта метро болған. Ғасырдан асып кетті. Ал міне қаланың қандай салатындығын осыдан көресіздер. Назарбаев өзінің қанішерлік, диктаторлық, дара билеушілік жүйесінде қазақтың мың сан елді мекенін тоз-тозын шығарып тоздырып жіберді. Қазақтың ұлын құл қызын күң қылып бос тұрып жіберді. Болашағы жоқ елді мекендер деп қаншама ауыл қирап қалды. Сөйтті де жалғыз Астана салды. Бірақ ол Астанасы қазақтың бағы болған жоқ, қазақтың соры болды. Сол салған Астанасының өзі жарымаған сорлының, қайыршының жасаған қара көжесінен армандай болды. Қайыршының қара көжесіндей сол Астанада көшесінің тарлығы бір әңгіме, ал ең сұмдығы ол жерде салынған микрорайондардың, яғни шағын ықшам аудандардың ішінде көлік қоятын жерде жоқ. Көлігін сыйғыза алмай қырылысқан қазақ. Құдайдың бере салған Еуразияның ортасынан ойып тұрып орын алған ата-бабамыз әлемде теңдесі жоқ 9-шы үлкен территорияны бізге аманаттап кетіпті. Бірақ бүгінгі қазақтың тірісі үйге жарымай, баспанаға жарымай отырса, ал өлісі көрге жарымай. Тірі қазаққа баспана, өлі қазаққа көр жетістіре алмай отырған бұл сұмдықтың қайнар көзі кім? Назарбаевтық, Тоқаевтық, коммунистік, фундаменталистік, радикалдық, диктаторлық, қанаушылық жүйе. Бұл кәдімгі қанішерлік, қанаушылық жүйе. Одан басқа ештеңке де емес. Одан басқа ештеңке де емес. Ең қарапайымы көлігіңді сыйғыза алмайсың. Алматы мен Астанада көлік қоятын тегін тұрағында жоқ. Аттап бассаң үлкен қалаларында, бүкіл облыс орталықтарының барлығында дерлік ақылы сергек камералар. Оның барлығы Қытайдың технологиясымен, Қытайдың жаңағы барлап басқаруымен басқарылады. Міне қаңтарда өзінің құқын талап қылған қазақтың баласының түсіп қалған видео фотосынан танитын технология қазақта жоқ. Ол face recognition технологиясы Қазақстанда жоқ. Ал оның барлығын бұл сұмырайлар Қытайдан алып отыр. Яғни орыстың әскеріне арқа сүйеп, қаңтарда қазақты қанды қасап қырғынға ұшыратса, Қытайдың Huawei ZTE технологиясына сүйеніп, қазақты қамап ұстап тұтқындап отыр. Ал енді көше толы сергек не үшін керек? Штраф. Бір көлігіңді тегін қоятын тұрақ жоқ. Мына Нью-Йорктың өзінде көлігіңді қалаған жеріңе қоясың. Бағасы да арзан. Тек Манхаттан төңірегінен басқа жердің барлығында арзаншылық. Ендеше бұның барлығы нені білдіреді? Соншама қымбатшылық, соншама зәрулік, көлігіңе дейін қоятын жер таппайтын, және оның бәрі ақылы. Ауылда көлігі бұзылып қалған ағайынға барласыпты маған. Мен Алматыға барып крекештік, таксобайттық қылмағаныма 6 ай болды. 6 айдан бері көлігім сынып жатыр, жасататын ақшам жоқ. Бірақ 6 айдың ішінде маған 10 мәрте сен Алматы қаласында көлік тұрақтың ақшасын төлемепсің деп маған айыппұлдың қағазы келді дейді. Міне, ал соншама сергектер, соншама бақылайтын жүйенің Қазақстанға не керегі бар? Бұл жерде Қазақстанда мынандай бір психология бар. Өткенде Қазақстанға барып келген бауырымыз әңгімесін айтып отыр. Құдай-ау, халық не деген үрейленген дейді. Кәдімгі көшенің өзінде дейді, түннің бір уағында бәлен километр жерден үзіксіздіктен бұрылуым керек, мына жер заңды, мына жер заңсыз деп шошиды.
Ал біз Нью-Йоркта қос сызықтың өзінен үстінен аттап өтіп қалаған жерімізден бұрыламыз. 20 жылдан бері бір рет көлік сақшысы бізді тоқтатпаған дейді. Ал Қазақстанның халқы оны сондай бір заңды сақтаймын деп, заң талаптарын орындаймын деп істеп тұрған жоқ. Үрей. Себебі халықты сөйтіп үрейлендіріп, аттап бассаң айыппұл, аттап бассаң полиция, аттап бассаң жала, аттап бассаң бәле, сөйтіп халықты үрейлендіріп, өз-өзінен қорқатын, үрейленетін халық екеп қойған. Ал міне жерде, міне халық неге? Өзінің тіпті тиісті заң бұзса, содан артық басқа жала бәле келмейтінін білгендіктен халық өз құқын өзі біледі. Заңды бұзса да мен бұдан артық жазаға бармаймын деп оған сенімді. Ал Қазақстанда тауық ұрлаған қазақтың 7 жылға сотталып, кісі өлтірген қазақтың 3 жылға сотталатыны, тіпті психологиясы дақау бар деп, ең соңында ақталып шығып кететіні ол екі бастан белгілі. Ұрылардың барлығы мінберде жүр. Ал ұсақ түйек тауық ұрлаған, қой ұрлаған қазақ 20 жылға сотталады. Міне бүкіл Қазақстанның түрмесінде миллионға жуық қазақтың алпамсадай жастары міне жар сүйіп, бала өсіріп, кәдімгі бақытты баяшат өмір сүріп, мемлекетке салық тапсырып, мемлекетті өсіретін, өркендететін 1 миллион қазақтың жігіті қазір Қазақстанда түрмеде отыр. Осының барлығы қазақты жаныштап, осы екі құлақтан ұстап, тапжылтпай, тұқыр жылатып, тура рухын жаншып, еңсесін езіп отырып ұстайтын диктаторлық жүйенің бір көрінісі осыдан. Міне айтатын әңгіменің арысын айтайық, берісін айтайық. Американың саясатын айттық, экономикасын айттық, заңын айттық. Заңды жасаушы бөлек, атқарушы бөлек, орындаушы бөлек, үш билікті қатар ұстайды. Америкада жаңағы сот тәуелсіз болады, ақпараттың еркіндігі болады. Биліктің өзі жаңағы халыққа есеп беруге, сайлаушыларына есеп беруге міндетті болады. Ал біздегі сайлаушылар өзінің кімді сайлап жатқанын оны да білмейді. Сондықтан біздің Америка мен Еуропадан үйренетін тұсымыз көп. Бұл Америка мен Еуропа мінсіз дегендік емес. Мінсіз ел ешқандай жерде болмайды, ешқандай мемлекетте де болмайды. Бізді құтқаратыны тек батыстық демократия. Ендеше қалың елім, қазағым, жақсы өмір сүрем десең, бақытты баяшатты өмір сүрем десең, уайымсыз, қайғысыз өмір сүрем десең, кредитсіз өмір сүрем десең, жұмыс істеуден тарықпайтын, екі қолға бір күрек таппай, бір жұмыс таппай қиналып, өмір сүруді тоқтатамын десең, бала шағам, немере шөберем, ұлым, қызым, келінім қиналмай өмір сүрсін десең, бізді ұсынған жолмен жүр. Ол Атажұрт партиясы. Біз Қазақстанда барлық диктатуралық, дара билеушілік, әділетсіз, қанаушы, езушілік жүйені тоқтатамыз. Біз Қазақстанда супер президенттік жүйені тоқтатамыз. Біз Қазақстанда парламенттік республикалық жүйе орнатамыз. Біз Қазақстанда әділ сайлауды орнатамыз. Біз Қазақстанның әрбір халқын бақытты, баяшатты өмір сүретін деңгейге жеткіземіз. Осының бәрін орындауға небәрі 4 жыл жеткілікті. Бүгінгі ішер асқа киер киімге жармай жүрген қайыршы күйден, бақыттан, байлықтан, еркіндіктен басың айналатын, шылқып өмір сүретін күйге жету үшін 4-5 жыл уақыт керек. Ол үшін мына сәбеттен қалған, сәбет сасыған, коммунистік жүйенің фильтрінен өткен, мынау қанішер коммунистер, мынау тойымсыз, арсыз, ұятсыз қанішер коммунистерді құртып, түбегейлі құртып, тамырымен құртып, үрім бұтағыменен биліктен аластап, нағыз шынайы былғанбаған жастарды билікке әкелгенде ғана Қазақстан болады. Естеріңізге осыны салайық. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Атажұрт партиясын қолдаңыздар, біздің партиямызға мүше болыңыздар. Қазақстан сонда ғана бақытты болады. Ұлтымыздың 1000 жылдық арманын сонда ғана орындайтын боламыз. Рахмет.